Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл математика сабағы. Сіздермен бірге Жанат Айтқожақызы. Бүгін бізде 14-ші сабақ. 7 саны және цифры. 7 саны және цифрымен танысасың. Нөмірі 1-ші есеп. Суретте қай заттар 7-ден бейнеленген? Мұнда 7-ден бейнеленген заттар гүл, кемпірқосақ, орындық, кітап 7-ден бейнеленген екен. Әр түрлі заттарды санап, оларды салыстыр. Мұнда 7 кітап, а мұнда 5 кітап. 7 5-тен артық. Гүлдер 7 екен, кемпірқосақтың түсі 7 екен. Яғни екеуі тең. 7 орындық, 6 парта бар екен. 7 6-дан артық. Кітапхана аптаның 7-ші күні жұмыс істемейді. Ол күн қалай аталады? Аптаның 7-ші күні жексенбі деп аталады. Нөмірі 2-ші есеп. 7 санын қалай алғаныңды айт. Біз суретке қарайық балалар. Мұнда 6 көк кітап, 1 қызыл кітап. Яғни барлығы 7 кітап болды. 6-ға 1-ді қосатын болсақ, 7-ге тең болады екен. Немесе 5 көк кітап, 2 қызыл кітап алсақ болады екен, барлығы 7 кітап болады. 5-ге 2-ні қосатын болсақ, 7-ге тең екен. 4 көк кітап, 3 қызыл кітап. Барлығы 7 болады екен. Яғни 4-ге 3-ті қосатын болсақ, 7-ге тең екен. 3 көк кітап, 4 қызыл кітап. Барлығы 7 кітап. Сонда 3-ге 4-ті қосатын болсақ, 7-ге тең болады екен. 2 көк кітап, 5 қызыл кітап. Барлығы 7 кітап. 2-ге 5-ті қосатын болсақ, 7-ге тең болады екен. 1 көк кітап, 6 қызыл кітап. Барлығы 7 кітап. 1-ге 6-ны қосатын болсақ, 7-ге тең болады екен. Нөмірі 3-ші есеп. Көрсетілген сандар шығу үшін әр сөреге неше кітаптан қою керек? Суретке қарайық, мұнда 1-ші 6 саны тұр, ал сөреде 4 кітап тұр екен. Біз сонда 6-дан 4-ті азайтамыз, сонда 2 қалады екен. Бізге 2 кітап жетіспейді екен мұнда. 5 саны тұр, ал сөреде 2 кітап тұр. Сонда біз 5-тен 2-ні азайтсақ, 3 қалады екен, яғни мұнда 3 кітап жетіспейді екен. 4 саны тұр, ал сөреде 3 кітап тұр. 4-тен біз 3-ті азайтамыз, сонда 1 қалады, 1 кітап жетіспейді екен. 3 саны тұр, сөреде 1 кітап тұр. Біз 3-тен 1-ді азайтамыз, сонда 2 қалады, бізге 2 кітап жетіспейді екен мұнда. Осымен бізде бүгінгі сабақ аяқталды балалар. Келесі сабақта кездескенше.